Сәлеметсіздер ме балалар? Отырыңыздар. Балалар, әрбір адам туысын, досын жыраған, әрбір ісім тірек адамдыр. әрбір сабақ Үйрену ұғу ұлағат. әрбір сабақ үйрену ұғу ұлағат болса, ондай болса біздер өткен сабағын есімізге түсірейік. Былтыр естеріңізде болса, Абай Құнанбаевтың 170 жылдығына орай біздер көптеген өлеңдер жаттаған болатынбыз. Соның ішінде Абайдың лирикасы, Абайдың табиғат лирикасы. Неше жыл мезгілі бар? 4. Қазір қандай жыл мезгілі? Жаздық, яғни көктем, солай ма? Көктем. Ал енді табиғат лирикасына бір кез тоқталайық. Кім жаңағы Абайдың 4 табиғат лирикасы жөнінде айта алады? Жазып отыр мысалы. Кім айтады? Болат айтшы. Есіңде ме? Жазғы түрі қалмайды, қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жан-жануар адамзат анталаса, ата-анадай ежерер күннің күзі. Жақсы. Жаз өлеңін кім айта алады? Жазып отыр көктем дейді. Жаз келеді. Жазды кім айтады? Алинұр. Жаздыгын шілде болғанда, көкарай шалғын бәйшешек, ұзары өсіп толғанда, күркіреп жатқан өзенге көшіп ауып қонғанда. Жақсы. Содан кейін жаздан кейін күз келеді. Күз келеді. Кім айтады күз туралы? Күз туралы естеріңізде ме? Нұртөре. Сүр бұлт суы қаптайды аспан, күз болып күңкіл тума жерді басқан. Білеймін тойғаныма, тоңғаныма, жылқы ойнап биік қашқан тай жарысқан. Жақсы. Содан кейін күзден кейін қыс келеді. Қалай ма? Қыс. Аяна. Ақ киімді денелі ақсақалды соқыр моқол танымас түрі жанды, үсті басы ақ қарау түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Міне жаңағы Абайдың 4 түріге жаңа жыл мезгіліне арнаған табиғат лирикасына. Олай болса бүгінгі сабағымыз суреттерді қарап, қандай жыл мезгілін көруге болады, суретке қарап сөз тіркестермен сөйлем құрастырып көріңдер. Ал қане сурет көрініп тұр сен тақтада. Қай жыл мезгілі тез қарайық та, дәптермен жазайық, я ауызша суретке қарап сөйлейік. Кім айта алады? Кім айтады? Суретке қай жыл мезгілі? Кім айтады? Алинұр, қай жыл мезгілі? Осы суреттерде көктем мезгілі келіп жатыр, қар еріп, бәйшешек шығып, қыстық киімді жеңілдетіп, гүлдер шығып, ағаштар бұтақтарын беріп. Дұрыс суреттерді. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыздың 12-ші бөлім Абайды оқу да Таңырға, Абай Құнанбайұлы табиғат лирикасы. Сабақтың тақырыбы жазғы түрі қалмайды қыстың сызы. Сабақтың оқу мақсаты орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбы мен негізгі ойды анықтау, тірек сөздерге сүйеніп сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру. Сабақтың мақсаты өлеңнен алған әсерлерін жазып, автордың негізгі ойын анықтайды. Алдымен бағалау критерийлеріне тоқталайық. Қандай бағалау критерий бүгінгі сабақ? Өлеңді мәнерлеп оқисыңдар, өлеңнен алған әсерлерін жазасыңдар және автордың табиғатқа деген көзқарасын анықтайсыңдар. Мәтінді пайдаланып көп нүктенің орнына керекті сөзді жазасыңдар, мәтінге сүйеніп ақпараттың дұрыстығын көрсетесіңдер. Ал енді алдымен жаңа сөзге тоқтайық. Дәптерлерімізді ашып күннің жатын жазып, жаңа сөздер жазайық. Мынадай жаңа сөздер екен. Жазғы тұры, немесе көктем. Көктем орысша? Масатыдай құлпыру дейді, немесе жібектей жайқалу. Жібектей жайқалу. Орысшасы? Расцвести как плюш. Ержіреу, немесе емірену, мейірлену, умиляться. Және сыз, дымқыл жер. Орысшасы? Не жаңа сөздерімізді жазып ал. Ары қарай жазғы түрі өлеңін тыңдайық алдымен. Тыңдап алайық. Әдемілеп сосын барып кітапқа назар аударамыз. Мен сіздерді керемет жыр жолдарын тыңдауға шақырамын. Жазғы түрі қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жан-жануар адамзат анталаса, ата-анадай елжірер күннің өзі. Түйе боздап, қой боздап қорада шуы
жазғы тұрып қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жан жануар адамзат анталаса, ата-анадай елжірер күннің көзі. Түйе боздап, қой қоздап, қорада шу, көбелекпен құспенен сайда ду-ду. Гүлмен ағаш майысып қарағанда, сыбдыр қағып бұраңдап ағады су. Ай жұлдызға жылы жел хабар беріп, жан жануар қуанар тойлы еріп. Азалы ақ көрпесін сілке тастап, жер күлімдер өзіне шырай беріп. Енді балалар, осы бірінші тапсырма мынандай: өлеңнен алған әсеріңді жаз және автордың өзің табиғатқа деген көзқарасын анықта. Дәптерлерімізге мана суретті қарап отырып, әрі жаңа видеодан көрдік. Және мына 86-шы бетте оқулықта суреттер тұр. 87-шы беттегі жазғылтыры Абайдың өлеңінен үзінді оқыдық. Енді бірінші тапсырманы орындайық. Өлеңнен алған әсеріңді жаз және сосын автордың өзінің табиғатқа деген көзқарасын анықтаймыз. Жаза берейік, сосын дайынмын дегеннен кейін жауабын айта қояйық. Кімнің жауабы дайын? Кім айта алады? Әзерен айта. Маған Абайдың жазғылтыры өлеңі өте ұнады. Қазір бізде көктем мезгілі. Абай жазғылтыры өлеңінде көктем мезгілі жайлы жазған. Көктемде ауа райы жылынады, бәйшешек шығады, Сай-салаға су толады, қар ериді, жазғылтыры деп басталады. Қалмайды қыстың сызы деген, яғни әлі де салқындық бар. Ал енді қарайық. Өз жауабыңызды тексеріп көріп тақтада сіз жазған жақсы отыра қойыңдар. Өлеңді оқыған сәтте табиғаттың қандай керемет күйге бөленгені, қыстан кейін қандай өзгеріске ұшырайтынын байқауға болады. Көз алдыңызға елестетіп отырыңыз. Көктем келе адамда, жан жануарда қандай шат-шадыман сезімге болады, соны суреттеген екен. Солай ма? Келесі екінші шумақтары, екінші, үшінші шумақтарын қарайық та, автордың оқырманға жеткізіп келген ойын анықтайық. Мына жерде қарайық. Жазғылтыры қалмайды қыстың сызы деп басталады да, мына екі ай жұлдызға жылы жел хабар беріп, жан жануар қуанар тойлы еріп, азалы ақ көрпесін сілке тастап, жер күлімдер өзіне шырай беріп. Осы соңғы шумақта не айтқан? Кім айтады? Нұрикам ау? Соңғы шумақта. Ай жұлдызға жылы жел хабар беріп, жан жануар қуанар. Күн жылынып, жан жануарлар қуанып, күн жылынғанына. Дұрыс айтасың, адамда, жан жануарда барлығы жаңағыда күн шуақ түсті деп, мал баққан елдің өзі қандай қуанады да? Азалы ақ көрпесін сілке тастап деген, ақ көрпесін шешіп дегенде қар еріп, Қыстағы қар еріп, дұрыс айтасың. жер күлімдеп өзіне шырай берер, гүлдер өсіп, өзіне шырай берер. Жақсы. Енді қарай, Абай күн көрісіп табиғатпен нық байланысты болған елдің 6 ай қыстан деп бүрсең қаққан, қалт құлт еткен кейбір жаз келе жадырап, басқа түрге енгенін, мал баққан ел қандай қуанышпен жазды қарсы алатындығын, оның өзі өмір тіршілігін байланысты екендігін көрсетеді. Келесі. Мына жерде түйе боздап, қой қоздап, қорада шу, көбелекпен құспенен сайда ду-ду, гүлмен ағаш майысып қарағанда, сыбдыр қағып бұраңдап ағады су. Осы жерді қарайықшы, жаза қойыңдар кітап дәптерлерін, сосын қарап оқи көшер қалдай қойшы. Кім маған айтам дейді, осы шумақты ғана өз жауаптарыңды. Кім айтады? Әзерен? Осы шумақта түйе боздап, қой қоздап, бұл деген мал төлдейді. Мал төлдейді. Жақсы. Кімнің үйінде мал бар, балалар? Кімнің үйінде мал бар? Мирас бар ма мал үйде?
көктемде мал түлдей ме? Қайсысы? Қой. Неше қой бар үйде? Кездер отырады. 37. Қой бар. Қошақан бар ма? Бар. Бар. Нешеуі төлдеді? Неше қошақан бар еді? Неше лақ бар? 26. 20. Соның бәрі яғни түйе боздап, қой боздап, қорада шу болып жатыр ма күнде таңертең ерте? Иә, дұрыс айтасың, жақсы. Яғни қарап тақтада көктем келе қорадағы 4 түліктің төлдеуі мен барлық жан-жануарлар, жәндіктердің оянып, сай-саланың у-шуға бөленуін, сонымен қатар бәйшешек атып, ең бірінші шығатын гүл қайсысы еді? Содан кейін қызғалдақ шығар далада, су ағып жатқан табиғатты көркем суреттейді. Олай болса 5-ші тапсырма 87-ші беттегі кітаптағы назар аударамыз. Мәтінді пайдаланып көп нүктенің орнына қажетті сөздерді жаз. Біреуміз тақтаға шығамыз, қалғанымыз орнымыздан орындаймыз. Аяна кел тақтаға шыға ғой. 5-ші тапсырманы жаза бер. Ала ғой. Жаза бер. Мәтінді пайдаланып көп нүктенің орнына қажетті сөздерді жаз деген тұр. Жаза бер. Қалғандарымыз орындарымыздан орындай береміз. Бірінші сөйлемді Болат оқи ғой. Бірінші сөйлем. Жазғы түрі қалмайды қыстың сызы. Көп нүктенің орнына қандай сөзді қойдың? Қыстың. Қыстың сызы, яғни жазғы түрі қалмайды қыстың сызы. Осы сөйлемді қалай түсінесің? Жазғы түрі қалмайды қыстың сызы. Жазғы түрі дегеніміз көктем деп, солай ма? Бірақ қыстың сызы қалмайды. Көктем. Күн әлі де Салқын. қазір ауа райы қандай болып тұр? Жаңбыр жауып тұр, күн әлі салқындалды. Сонда жаңағы жазғы түрі қалмайды қыстың сызы. Жақсы. Енді мына тақтадан өз жауабымызды тексеріп көрейік. Қараңыздар, 5-ші тапсырма қалай жазылған? Жазғы түрі қалмайды қыстың сызы, ата-анадай құлпырар күннің көзі. Қалған сөз көп нүктенің орнына қандай сөзді қойды? Аяру қандай сөзді қойды? Екіншісін оқышы. Ата-анадай елжірер күннің көзі. Ата-анадай мына жерде құлпырар деп тұр да, елжірер күннің көзі. Бізде тұрған не дейді? Қараңыз, ата-анадай елжірер күннің көзі. Елжірер дегеніміз не? Ата-анадай. Ата-ана баласын қалай жақсы көрсе, мінде күннің көзі де елжіреп жылу беріп тұрады, солай ма? Жақсы отырады. Келесі үшінші, жаңылай, үшінші. Ай жұлдызға жылы жер хабар береді. Ай жұлдызға жылы жер хабар береді. Неге үшінші ойлаймыз ғой? Түйе боздап, Түйе боздап, қой қой қоздап, қорада шу. қорада шу. Қай сөз? Қорада. Қорада деген сөз, иә? Бұл не деген сөз? Мысалы, түйе боздап, қой қоздап, қорада шу. Түйедермен малдар төлдейді. Төлдейді қорада. Қорада Қорада шу. бүкіл жаңа шу, дұрыс айтасың. Жақсы, отыра ал. Келесі. Аяна жазып болдың ба? Қандай сөздерді жаздың сен? Астын сызып қойдың ғой. Қалған сөз? Тез оқи ғой. Екінші сөйлемді оқышы. Ата-анадай елжірер күннің көзі. Иә. Ата-анадай елжірер. Бірінші сөйлемің? Жазғы түрі Қалмайды қыстың сызы. Жауапты тексердік, дұрыс екен. Жақсы, отыра Аяна. Балалар, келесі мынандай тапсырма. Мәтінге сүйеніп, ақпараттың дұрыстығын, дұрыстығын көрсетейді. Қараймыз. Мына жерде масатыдай құлпырар жердің жүзі. Дұрыс па, дұрыс емес пе? Неден мәтіннен қарап отырамыз. Яғни масатыдай құлпырар жердің жүзі. Дұрыс. Өздерімізге салып, жаңа плюс минусын салып отырамыз бірінші сөйлемді. Екінші сөйлемді оқимыз. Так, Аяна оқи ғой екінші сөйлемді. Күні қалмайды қыстың сызы. Дұрыс па, дұрыс емес пе? Неге, Аяна? Бұл жерде күзді күні қалмайды қыстың сызы. Дұрысы қалай? Жазды күні қалмайды. Жазғы түрі қалмайды қыстың сызы. Жазғы түрі болатын жерде. Дұрыс емес, екіншісі. Үшіншісі, Болат оқи ғой. Түйе боздап, қой қоздап, қорада шу. Дұрыс. Дұрыс айтасың. Нұрдәулет. Жан-жануар Адамзат анталанса, қыз жігіттей
жануар адамзат анталаса қыз жігітке елжірер күннің көзі. Дұрыс па? Бұрыс. Бұрыс. Неге дұрысы қайсысы? Ата-анада. Ата-анадай елжірер күннің ата-анадай. Отыр. Так, Айнасы оқиға келесін. Ай жұлдызға жылы жер хабар беріп, жан жануар қуанар тойға елеріп. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі Мирас оқиға. Гүлмен тау майысып қарағанда сыбдыр қағып бұрандап ағады су. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Дұрысы? Гүлмен ағаш майысып қарағанда сыбдыр қағып бұрандап ағады су. Так, соңғысы Әлинұр. Азалы көк көрпесін өндеді. Азалы көк көрпесін сілке тастап, жер күлімдер өзіне шырай беріп. Дұрыс па, бұрыс па? бұрыс. Неге? Азалы ақ көрпесін сілке көк тастап. көрпесін. Дұрыс, бұрыстан. Енді сіздер айтқан жауаптарына қарап тексерейік. Қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екен. Көрдіңіздер ме? Манағы айтқандарыңызбен, солай ма? Қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екен көрдіңіздер. Келесі. Бұл жаңа 7-ші тапсырма болатын. Ары қарай жаңа 8-ші тапсырманы ашып қарайық. Бұл жерде сұрақтарға толық әрі қысқа жауап беру керек. Қысқа және толық және қысқа жауап. Біз білеміз толық жауап дегеніміз және қысқа жауап дегеніміз. Толық жауап дегеніміз мысалы біріншіде қараңыз. Жер қандай кезде масатыдай құлпырады деді. Жер қандай кезде масатыдай құлпырады. Жер қандай кезде? Қысқа жауап. Жаз отырып бір ғана сөзбен көктемде. Ал енді толық жауап қалай бар? Жарқын, толық жауап айтшы. Толық жауапты. Қай кезде масатыдай құлпырады? Толық жауабы. Жазғытыры жер масатыдай құлпырады. Иә, бұл толық жауабы. Біз білеміз толық жауап және қысқа жауап. Осыны қарап оқимыз. Тез-тез. Бастай ғой, жаңа бастай ғой. Күннің көзі қалай елжіреді? Қалай елжірейді? Қысқа жауап не болады? Күннің көзі қалай елжірейді? Бір сөзбен. Ата-анадай, дұрыс айтасыз, ата-анадай. Бұл қысқа жауабы, да? Толық жауабы қандай бар? Ата-анадай елжірер күннің көзі. Келесі сұрақ кім жауап береді? Аян. Сұрақ. су қалай ағады? Су қалай ағады? Қысқа жауап. Бұрандап. Толық жауап. Сыбдыр қағып бұрандап ағады су. Сыбдыр қағып бұрандап ағады су. Келесі сұрақ. Кім өздерін қол көтерейік кім? Айзерин сұрақ. Жылы жел неге хабар береді? Айжұлдызға. Толық жауап. Жылы жел Айжұлдызға хабар береді. Хабар береді. Жарайды, жақсы. Соңғысы қалды ма болатын айта ғой. Жер қандай көрпесін сілкеп тастайды? Ақ көрпесі. Қысқа жауап. Ақ көрпесі. Толық жауап. Азалы ақ көрпесін сілке тастап. Жақсы. Кім енді маған осы жаңа өлеңді жазып отыр өлеңін жаңағы әдемілік оқып айтып береді. Былтырғы айтып, есімізде қалғандарын. Кім айтады? Айтшы ал. Нұритов айтасың ба? Айта ғой. Мәтелеп оқиын ба? Иә, оқи ғой. Жазғы түрі қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі, жан жануар адамзат анталаса, ата-анадай елжірер күннің көзі. Түйе боздап, қой қоздап, қорада шу, көбелекпен құспенен сайда дүлей. Гүл мен ағаш майысып қарағанда, сыбдыр қағып бұрандап ағады су. Ай, жұлдызға жылы жел хабар беріп, жан жануар қуанар тойға елеріп. Азалы ақ көрпесін сілке тастап, жер күлімдер өзіне шырай беріп. Жарқын оқып. Жазғы түрі қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі, жан жануар адамзат анталаса, ата-анадай елжірер күннің көзі. Жақсы. Екінші жұмағым кім? Мирас сен оқи қойшы. Түйе боздап, қой қоздап, қорада шу, көбелекпен құспенен сайда да дузу. Гүлмен ағаш майысып қарағанда, сыбдыр қағып бұрандап ағады су. Болады. Ай жұлдызға жел хабар беріп, жан жануар қуанар тойға елеріп, азалы ақ көрпесін сілке тастап, жер күлімдер өзіне шырай беріп.
Сонымен балалар, орта көлемді шығарманы түсіндіңдер, тақырып мен негізгөйді анықтадық, өлеңнен алған әсерлерді өздерің жазып шықтыңыздар. Үйге тапсырма қарап аламыз. 10-шы тапсырма 89-шы бетте және жазып отыру өлеңін, біздегі берілген Абайдың өлеңін жазып отыру үзіндісін жаттау. Сабағымыз осымен аяқталды. Бүгінгі сабаққа қатысқан барша балаларды өте жақсы деген бағаладым. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.